менің балам шетелде оқуға дайын ба? Жоғарғы лиганың университеттеріне дайындау керек. Шетелдік жоғарғы оқу орнына түсуді қай кезден бастап дайындалып бастау керек? 11 класс кеш емес. Ешқашанда кеш емес. Бір жылдан кейін мен шетелге грантқа түсу керек. Мен балам тыңдамайды деген нәрсе, демек сіз қателік жібердіңіз. Бұл жақта баланың ешқандай қателігі жоқ. Қай елде грант пен стипендия өте көп? 10 мың грант тек қана Қазақстанға. Шетелде 100% грантқа түсудің 3 жолы. Сәлем достар, бұл Білім толық подкасты. Білім мен болашақты талқылайтын ашық алаң. Бүгін бізде көптеген ата-аналар мен оқушыларды мазалайтын тақырыптардың бірі шетелге грантқа, стипендияға түсу тақырыбын талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Ардақ Бердібеков. Ареке, қош келдіңіз. Рахмет. Ареке, не упусти деген оқушыларымызды шетелдің жоғарғы оқу орындарына оқуға жіберетін агенттіктің негізін қалаушысы. Ареке, біздің көрермендерге өзіңізді таныстыра кететін болсаңыз, өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Негізі өзім туралы неден бастайын? Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасымын. Түрік лицейін бітіргем. Түрік лицейінен кейін КБТУ-ға түсіп, КБТУ-дан кейін жұмыс істеп, ары қарай болашақпен шетелде оқығам, Шотландияда магистратура жасағам. Негізі менің сол жаңағыдай грант деген мәселеге сол кезден басталды деуге болады. Қызығушылығым. Өзім болашақпен түскеннен кейін, грантпен оқығаннан кейін сол жақта біраз көзім ашылды. Содан кейін қайтып келгеннен кейін 2014-те сол өте белсенді қатыса бастадым. Осындай бір конференция болсын, форум болсын, конкурстар болсын, әрбір жаңағы неде бір мүмкіншіліктер іздейтін, шетелге шығып, тегін грант арқылы бір шетелге көріп қалайын деген сондай мүмкіншіліктер іздей бастадым. Содан кейін сол жоба келді ойыма. Неге мен барған жерімде неге жалғыз қазақпын деген сондай сұрақ болды да. Әр жер жүрген жер, әр жер елдерден адамдар келеді. Мен Қазақстаннан жалғыз жүретінмін өмірі. Сол кезде түсіндім да, адамдардың көбісі бұндай мүмкіншіліктер бар екенін білмейтін. Содан кейін 2014-те сол жобаны бастадым, кішкентай ВКонтактеда паблик ретінде аштық. Сол жаққа мен өзім іздеп тапқан қандай гранттар, мүмкіншіліктер бар болса, соның бәрін салып отыратынмын. Ол паблик өте үлкен, тез өсті. 30-40 мың жаңағы нелерге шейін, жазылушыларға шейін тез өсті. Одан кейін оны біз сайт жасадық. Сөйтіп бара келе, сөйтіп өсіп, осы 10 жылда біз 5 мың адамның шетелге шығып, оқып, әртүрлі конференция болсын, форумдар болсын, сондай қысқа мерзімді стажировкалар болсын, сондайларға барып келуге себепші болдық. Қарындасым бар. Шын кейс бұл деген. Мен қас қарындасым 11 класс бітіріп жатыр. Ол шетелге сүйініп жатыр. Чехияға. Бірақ біз әлі таңдаған жоқпыз деп ойлайық. Әлі 11 класс емес, мүмкін 9 класс деп. Кейс не болсын, дұрыс болсын. Біз сізге келіп тұрмыз да, әрі қарай консультация ретінде өткізіп көрейікші. Бір блоктың. Ең бірінші сұрақ, мен ата-ана болсам, менің ең бірінші сұрағым, менің балам шетелде оқуға дайын ба? Қалай соны анықтауға болады? Шетелде оқу бәріне келеді ма? Немесе кейбір балаларға шетелге оқуға әлі баруға не стоит па? Содан бастайықшы. Қалай анықтар едіңіз? Қалай сіз маған сол сұрақта көмектесер едіңіз? Мен қарындасым, мысалы, шетелде оқуға дайын ба деген. Бірінші сұрағыммен сұрайдым, ата-ананың өзінен кімнің қалауы дер едім. Қазір сіз мысалға келіп тұрсыз, шетелге оқытқым келіп тұр. Сіздің қалауыңыз ба, әлде баланың қалауы ма деп бірінші сұрағым сол бар еді. Егер қалау ата-ананікі болса, неге дер едім? Бала қаламай ма сонда дегеніміз. Ол жақта енді айтып бересіз, яғни бала қаламайтын болса, неге қаламайды? Онда сіз не үшін оны қалап тұрсыз? Неге оны қинап тұрсыз? Сіздің мақсатыңыз не? Бірінші сұрақтар осы. Яғни біздің ішкі ниеттеріміз не? Біздің шетелге жіберу арқылы қай проблемамызды жаңағы шешкіміз келіп тұр, соны анықтау керек. Супер. Кейде болады, айтады,
менің қалауым емес, баланікі өзі құлшынып тұр дейді да мысалға. Неге деген кезде, ой, бұл кішкентай кезінен сондай, ана олимпиадаға қатысады, мына жақта жобаға қатысады, Алматыдан мынаны ұтып келді, мына жақтан мынаны ұтып келді дейді да. Соның арманы сол деген кезде, ол бала уже басқаша. Онымен уже бөлек. Яғни бұл жақта уже ата-ана уже баланың қалауын қалап тұр да. Яғни мен білмеймін, ол даже IELTS TOEFL деген не екенін білмеймін дейді ата-аналар болады, бірақ әйтеуір бірдеңе істеп жатыр, дайындалып жатыр өзі дейді да. Ол мүлдем бөлек бала. Бұны уже жаңа айтамыз, жаңа жоғарғы лиганың жаңағы университеттеріне дайындау керек деген сияқты. Онда сұрақ мынандай. Шетелдік жоғарғы оқу орнына түсуді қай кезден бастап дайындалып бастау керек? Қай класстан, қай сыныптан, қай мына жастан бастау керек? Сол. Иә, енді бұл жақтағы былай нәрсе ғой. ЕНТ-ге қай кезде дайындала басталу керек дегенмен бір дейді сұрақ. Бізде обычно 11-ші класста. 10-11, иә. Негізі 11 жыл бойы жақсы сабақ оқу керек қой. Сол кезде ЕНТ-ге дайындалудың керегі жоқ, сіз дайынсыз. Біздегі мәселе былай, ЕНТ-ге дайындық деген ол жаңағы локальный ғой біздің өзі ішкі нәрсе. Ал шетелдік университеттер ол халықаралық деңгейде. Яғни сіз о бастан ағылшыншаңыз жақсы, әрқашан ағылшыншаңыз дамытып жүрсеңіз, сізге жаңағы IELTS-қа TOEFL-ға дайындалу жаңағы қатты қиындық етпейді. О бастан сабақтарыңызды жақсы, жаңағы математика, физика, биология, химия барлығын жақсы оқыған адам, басқа да жаңағы неден кругозорын ашқан адам, әрқашан ашып жүрген адам, оны жаңағы қатты қиындық етпейді бұл нәрселерге дайындалу негізінде. Бірақ егер жаңағы бір бастау жері бар шығар дегенде, қазіргі таңда мен 6-шы класстамын десе, 6-шы класстан бастаңыз. 9-шы класстан десе, дәл қазір қай класста болсаңыз, сол класстан бастай беріңіз деген кеңес беремін. Кеш емес пе? Мысалы 11-ші класстарға кеш емес пе? 11-ші класс кеш емес. Ешқашан да кеш емес деп ойлаймын. Даже түспей қалып, уже бір жыл тағы да әшейін оқусыз қалып болсаңыз да кеш емес. Ешқашан кеш емес, тек қана ниет керек. Әрине база деген нәрсе бар, адамның о бастан 11 жыл бойы оқымаған болса, уже базаңыз жоқ та, я ағылшыншаңыз жоқ, я басқаңыз жоқ. В целом жаңағыдай білім алу жаңағы несі төмен. Ол кезде мүмкін сізге кішкене жұмыс істеп, кішкене таяқ жеу керек деген шығар. Өмір кішкене үйрету керек бірнеше жыл. Одан кейін уже басыңызға ұрып, мәссаған негізі оқу керек екен ғой деген сияқты бір ой келеді шығар. Сол үшін бірақ ата-ана ретінде сіз дәл қазір өзіңізді қойсаңыз, балаңызды күштеп бірдеңені үйрету өте қиын. Өзім 3 баланың әкесімін. Оны түсінем. Сол үшін әр баланың өзінің бір қандай нәрсеге қызығушылығы бар, соны іздеймін де. Сол қызығушылығын тапқан кезде ол ары қарай өзі жүріп кетеді. Сонда ниет мына көбінесе ата-анадан басталу мүмкін, басталу керек па? Әрине, енді бала деген бала, ол әлі жаңағы толыққанды адам емес. Онымен жұмыс істей білу біріншіден ол ата-ананың парызы. Онымен қалай жұмыс істей білу керек екен. Мені тыңдамайды деген мен түсінбеймін. Сіз тіл таппаған болсаңыз, ол сіздің қателігіңіз. Онда сіз барып жұмыс істеуіңіз керек. Қалай мен бұнымен тіл таба аламын? Не істей аламын? Бұл мені тыңдау үшін мен не істеуім керек? Қандай авторитет болуым керек? Ол мені тыңдамайды дейді, онда тыңдайтын адамды табыңыз. Ең азында. Уже кеш болған болса, әлі таппаған болсаңыз, тыңдайтын адамды табыңыз, сол арқылы жұмыс істеңіз. Тыңдайтын бір көкесі бар шығар. Тыңдайтын бір авторитеті бар шығар. Сол арқылы жұмыс істеңіз. Біз деген шетелге дайындалудың жаңағы ең идеальный сәтін айттық қой. Чем раньше, тем лучше деген тезис қой. Бірақ енді мына біздің қазақстандық реалияға келейік. Біз өзіміз Қазақ Америка университетінде жасаймыз ғой енді. И бізге енді ата-аналар абитуриенттермен, талапкерлермен бірге енді консультацияға келеді. Және де 11-ші класты бітіріп, қабылдау комиссиясы бізде жуырда ашылады. Қабылдау комиссиясына келіп тұрып, мамандық таңдамаған. Түсініп тұрсыз? Университет таңдау деген вообще жоқ. Қаланы примерно таңдаймыз. Алматы, Астана, немесе өз қаламда қалам деген бір әйтеуір не болады. Жарайды. Оның өзіне рахмет, оның өзі шүкір. Енді түсер алдында мамандық таңдап жатырады, мысалы. Біздің реалияға келейік те. Мысалы бала
енді средний случай да 10-шы класстан 11-ші классқа өтіп жатқанда шетелге түсем деген идея келді мысалы. Иә. Вот елестетейік, вот мен 10-ды бітірдім да 11-ге көшіп жатырмын. А что если шетелге оқуға түсем деген маған идея келді. Жарайды. Бірақ жылым бар. Иә. Ағылшын уровнем, скорее всего, андай при интермедиат в лучшем случае, может быть, даже бастауыш бір уровеньдарда возможно. Шетелдік университеттер не екен әлі ондай білмеймін. Просто сондай идеямен, ниет келді сондай. Иә. Хорошо. Маған план құрып беріңізші. Мен не істеу керекпін енді? Бірақ жылым бар. Бұл жақта енді еще стоп. И бір жылдан кейін мен шетелге еще грантқа түсу керек. Грантқа түсуіміз керек. Біздің как раз таки не упустить жасаған жаңағы ең үлкен жұмысымыз сол. Сол сегменттермен жұмыс істейтінбіз. Бізге көп елдер бар, гранттар беретін, оқитын. Әсіресе шығыс Европада политикалары болады, өзінің елін сақтап қалу, өзінің тілін сақтап қалу, өзінің мәдениетін сақтап қалу деген сияқты. Соларда өте көптеген гранттар беріледі. Мысалға Греция, Словакия, Словения, Чехия айтқаныңыздай, Венгрия өзіңіз оқыдыңыз, Польша. Бұл елдерге грантқа түсу әлдеқайда оңайырақ, өйткені жаңағыдай бір стипендиялар болады. Өзіңіз айттыңыз, стипендиум хунгарикум дегенде оққан жаңағы жігіттер, қыздар болған, олар ешқандай да қатты вроде бы жаңағыдай емес, вундеркиндтер емес деген сияқты. Неге олай болып жатыр? Өйткені жаңағы порог дейік, жаңа грантқа түсу балдары нелері жаңа төмен. Бұл жақта неге олай болып жатыр? Өйткені бұл жақта подвох қандай дегенде ғой. Подвох көбінесе мынадай, сіз ең кемінде бір жыл фаундейшн оқисыз, бір жыл жаңағы солардың тілдерін оқисыз. Содан кейін сіздің оқуыңыз солардың тілдерінде өтеді. Ал егер жоқ, мен ағылшынша оқимын десеңіз, ол жақта гранттардың саны өте аз, өте төмен, немесе мүлдем жоқ. Сөз бөлгенбіз. Жаңағы осындай елдерге өздерін жаңа тілін сақтап қалу мотивациясында жаңа осындай бағдарламалар жасаған елдерге түсіп бір жыл фаундейшннан кейін сол елдің тілінде жаңағындай тестті тапсырып өткеннен соң өтсек, біз сол елде ақысыз оқуға мүмкіндігіміз бар. Супер. Қай елде грант пен стипендия өте көп, бірақ біз оларды жиі еске алмаймыз да, білмейміз. Сондай елдер бар ма? Түркия мен Ресей. Мен статистиканы қараған кезде Түркия мен Ресейдің шетелдік азаматтарды оқуға тарту политикасы ең қазіргі жаңағыдай жоғары. Түркия, Ресей, Қытай дейік үшеу. Өйткені олардың өздерінің политикалық протезистері бар. Сол үшін оларда, мысалға қазір Түркияда 250 мыңнан астам, қателеспесем, шетелдік азамат оқыды. Олардың тілін оқу керек қой, грант үшін? Жоқ. Ағылшынша болады ма? Примерно қанша грант бөлінеді ол елдерде? Мен нақты қазір айта алмаймын, статистикасын қазір көрмедім соңғы, бірақ ең соңғы мен мысалға көргенім, енді ойласаңыз, қазір 250 мың шетелдік азамат оқып жатса, орта есеппен бакалавр 4 жыл болса, 30 бен 50 мың арасында грант бөлінеді деп ойлаймын. Ресейде де дәл сондай. Сол шамада Ресей мысалға тек қана Қазақстанның өзіне 10 мың грант резерв жасайды. 10 мың грант тек қана Қазақстанға, ойлаңыз. Ал мысалы жаңа Ресейде 10 мың грант дедіңіз, 10 мың грант деген мысалы бізде 200 мыңға жуық мысалы талапкерлер бар да. 10 мың деген өте көп қой. Ол 10 мыңды орыс тілінде оқуға. Жарайды. Ал 10 мыңды мысалы ұтып алу үшін жаңа ЕГЭ тапсыру керек пе? Жоқ, бұл жақта ЕГЭ деген жаңағы Ресейдегі ОБТ-ның аналогы. Жоқ, бұл жақта ЕГЭ тапсырудың керегі жоқ.
егер ол өздерінің азаматтарына арналған тест. Бұл жақтар өздерінің университеттерге, бұл жақта 10 мың грант өздерінің университеттеріне таратылған. Ол университеттер өздеріне жазасыз, немесе ол университеттердің көбісі өздері Қазақстанға келеді, набор жасайды, экзамен өткізеді. Әрқайсысы өздерінің уақыттарын айтады, келіп экзамендерін алып кетіп қалады. Көбінесе кейбіреулері онлайнда тапсырылады. Бұл университеттерге байланысты. Ареке, шетелге түсу алдындағы біз назар аудармайтын топ 3 қателік. Бірінші ол қаржы, екіншісі локация, үшіншісі мәдениет. Бірінші бізде қанша шығын болатын дұрыс есептемейміз. Локация өте бір периферияда болуы мүмкін. Ол кейбір адамдарға жақпауы мүмкін. Ол мысалы тусовканы жақсы көретін, қалада жүретін адамдар, мысалы делік, сіз Сүлейман Демирелді таңдадыңыз. Ол Қаскелеңде. Ол сізге қатты қиыншылық әкеледі. Өйткені сіз негізі арманыңыз Алматының ортасында тұру да. Осы жаңағы кипиштің ортасында жүру. Шетелдік университеттердің көбісінің локациясы дәл сондай. Жаңағыдай біз ұмытамыз, мықты университет деп ойлаймыз да, там. Мысалы, UPenn деген тоже соның несі локациясы сондай да. Соны қыдыратын, не қылатын адамдарға ол жарамайды. Біріншісі түсінікті болса, екіншісі де түсінікті болса, жаңа автобуспен несе қатынау несе, үшінші туралы айтып кетіңізші. Үшінші туралы, мысалы, банально бізге келетін айтам, мен мысалға бұл жақтың барлығы тамағы халал тамақ табу қиын екен ғой деген сияқты нәрселердің кейде тіреледі да кейде. Сол үшін онда Түркияға барыңыз, онда Малайзияға барыңыз, ол бастан мұсылман елге барыңыз, Северный Кипрге барыңыз деген сияқты. Ол өте маңызды мәселе. Кейбір ата-аналар үшін, кейбір адамдар үшін өздерінің жаңағы несі ғой енді, жаңағы сенімі несі деген сияқты. Сол үшін жаңағы адаптация, мәдени адаптация болмайды. Ол қатты қиналады, сабақтан қиналады. Негізі психологически қиналып жатыр, бірақ сабағы оп-оңай да. Соны ескермейді. Шетелде 100% грантқа түсудің 3 жолы. Біріншіден, ағылшыншаңыз мықты болу керек. Екіншіден, мотивациялық хатыңыз мықты болу керек. Үшіншіден, оқудан тыс белсенділік жоғары болу керек. Ағылшыншаңыз жақсы болу керек, яғни IELTS, TOEFL-дарыңыз жоғары. Әр университеттің өзінің бір нелері болады, порогтары болады. Оларға қатысты. Орташа ол қанша? Мысалы, Европада 6-5 примерно солай ғой. Әртүрлі. Егер жаңағы жай университеттер болса, кейбір университеттерге 5 деп өтуге болады. Европада. Иә. Кейбір университеттер негізі орташа. Екіншіден, мотивациялық хат. Осы жерде онда мотивациялық хат не екенін түсіндіріп берсеңіз. Мотивациялық хатыңыз, ол сізге, сіз университетке жаңағы заявка жіберген кезде, сіз туралы анықтама беретін, сіз туралы ашықтайтын жаңа сіздің хатыңыз деуге болады. Яғни, мен не үшін бұл университетке түсуге лайықпын деген бір сіздің анықтамаңыз. Бұл мотивациялық хат өте үлкен рөл ойнайды. Мысалға, США-ға, ақш-қа түсетін болсаңыз, бұл мотивациялық хаттың рөлі өте жоғары болады. Европа басқа елдерінде болса, кішкене төменірек болады, бірақ дегенмен де оның рөлі бар, үлкен. Бұны жаза білу үшін адамдар 3-4 жыл оқиды. Яғни, ойлап көріңіз, сіздің президентке бір ғана жаңа мүмкіншілігіңіз бар хат жазуға, сізді қабылдау үшін. Сіз соған дайындаласыз ғой. Қаншалықты өзіңізді сатасыз дегенде, сіз қаншалықты сатқан кезде просто сөздермен сатпайсыз, ісіңізді жасайсыз. Сол сияқты сізде сол дайындығыңыз, қаншалықты сіз сол университетке лайықсыз, сіз оны білесіз, бұл университеттен қаншалықты мықты ала аласыз және бере аласыз, осы маңызды. Өз-өзіңізді ашасыз. Бұл жақтағы біздің үлкен қателік, қазақтар көбінесе жаңағы сыртқы бір жаңағы нелерді, мақсаттарды алып, мен Қазақстанда не қылғым келеді, мен патриотпын, мен дамытам деген нәрселерді көп айтады. Негізі бұл жақтағы үлкен фокусты өзіңіздің индивидуальный, сіз кімсіз деген сияқты сұрақтарға көп жауап іздеу керек. Бұл жақта арнайы мамандар бар. Тек қана мотивациялық хаттар дайындайтын арнайы мамандар бар. Және де осы тұрғыда
мамандар арқылы жазу дұрысырақ па? Иә. Мамандар арқылы жазу дұрысырақ деп ойлаймын, бірақ егер оған ақшаңыз жетпесе, Admit.C деген сервис бар. Бұл жаққа бұл қандай? Кезінде университетке түскен студенттер өздерінің мотивациялық хаттарын салады жаққа. Сол жаққа сіз кішкене ғана бір $50-60 жаңағы подписка алып, солардың хаттарын көре аласыз да. Мысалға айтады, мен мынау хатпен мына университетке, Гарвард университетіне мынандай мамандыққа түстім деп соны оқисыз да, деп мысал ретінде ала аласыз да. Әрине оны жаңағы көшіре алмайсыз, көшірсеңіз сол жақта тексереді на плагиат. Өзіңіз арқылы аша білуіңіз, бірақ бір өзіңізге көмек ретінде мысалы қолдана аласыз. Үшіншісі белсенділік болды, иә? Белсенділік, иә, оқудан тыс белсенділік. Мысалы, қазақстандық оқушыларға қандай мысал келтіре аламыз? Мысалға, біріншіден ол волонтерлік бір белсенділік. Біз волонтерлік ретінде не істеп жүрсіз? Қандай қоршаған қауымға, қоршаған ортаға қандай бір белсенділік, қандай бір пайда әкеліп жатсыз? Сол нәрселер өте маңызды. Өйткені сіздің сөзіңіз, мотивациялық хаттағы айтқан сөзіңіз, мен осындаймын, мен мықтымын, мен күштімін, осындай нәрсе істеймін деген, соны жұмыста ісіңізбен екеуі бір сәйкес келу керек. Мысалға, мен политикаға түскім келеді, мен үлкен политик болғым келеді дегенсіз, ал дәл қазір сіз соны не істеп жатсыз? Мысалға, политик болу үшін дебаттарға қатысу өте маңызды. Дебат, мысалға, көп дебатта жүрген адамдар политикаға кетеді. Деген сияқты. Политикаға қатысу үшін, мысалға, жас партиялар болады, жас балаларға арналған. Жас отан. Жас отан басқа болсын, партияға кіріп деген сияқты. Немесе сіздің мектептің ішіңізде уже политик бола аласыз. Президентке таңдалып, сол жақта белсенділік жасай аласыз деген сияқты. Супер. Ол бұның бұл жақтағы осындай нәрселер өте маңызды. Сонда шетелдік университетке, әсіресе топ университетке түскенде, университетке біздің бірінші жаңағы дайындығымыз, ол жаңағы IELTS, жаңағы тесттерге, то есть дайындығымыз. Екіншісі біздің ниетіміз, ол жаңағы мотивационный эссе, мысалы. Үшіншісі ол біздің мектептен тыс уақытта немен айналысатынымыз, то есть біздің интерестарымыз маңызды, үш блок. Университеттер тек қана жаңағы біз айтқандай ботаник задроттарды қатты жақсы көрмейді. Жан-жақты, ботаник задрот болып тұрып, былай да белсенділік танытқандарды жақсы көреді. Спорт белсенділік үшін де алатындар бар. Өйткені не үшін? Ол да университеттердің статусын көтереді. Мысалға, сіз боксерсіз, мықты боксқа қатысасыз, бірақ оқыңыз да келеді. Университетке бересіз, бірақ мен боксермін, осындай жерлерден осындай орын алғам десеңіз, ол сізге грант беріп, сізге алу мүмкін да. Неге? Өйткені оған да бір боксерлар керек, сол университеттің атынан университетаға барып жан-жақты даму үшін, университеттің өзінің жан-жақты даму үшін. Университеттерге де бір жаңағы не керек қой, жаңағы медальдер керек. То есть университеттің жан-жақты даму үшін жан-жақты дамыған студенттер, абитуриенттер керек, иә? Супер. Әдемі. Талапкер, немесе оқушы деп алайық. Оқушы, мектепте оқып жүрген оқушы. Шетелге түсем деген ниеті бар. Антасы бар. Ата-анасы да қолдап тұр. Осы жерде мына агентстволардың услугасымен қолданған дұрыс па? Немесе өзіңе агентстволар қаншалықты өмірді жеңілдетеді? Агентстволар өмірді жеңілдетеді, өйткені опыттары бар. Біріншіден, екіншіден нелер бар, бітірушілер бар. Бітірушілермен кездесіп сөйлесе аласыз. Үшіншіден, тур жасай аласыз. Мысалға, жаңағыдай барып, онда бірге барып көріп келейік деген сияқты. Сондай лагерлер бар. Мысалға делік, Европаны шарлайсыз да, оны университеттерге барып көріп қайтасыз. Эмиратқа барасыз, Малайзияға барасыз да, соның 5-6 университетін көріп қайтасыз деген сияқты. Сол кезде сіз как раз таки түсінесіз да, сізге келе ме, келмей ме? Агентстволар анализ жасайды ма, мысалы? Мысалы, дерлік менің қарындасым келіп тұрды. Ол сол елдің мәдениетіне келеді, келмейтін, онда анализ жасамайды сияқты ғой? Жасайды, сұрақтар сұрайды. Жаңағыда айтқанымдай, мысалға,
более былай қазақ тілді балаларды көбінесе Түркияны, Малайзияны ұсынады. Өйткені біздің жаңағы мәдениетіміз жақын, мұсылманшылыққа жақын деген сияқты. Ал прям қатты орыс тілді прям неден алыс адамдар болса, оларға жаңағы Европаны ұсынады деген сияқты. Өйткені мәдениет жағынан жаңағы Малайзия келмеуі мүмкін да. Мысалы ол киіну жағынан болсын, жаңағы тамағы жағынан болсын, басқа да мәселелер көптеген жаңағы өмір сүрген кезде бытовой дейді ғой, бытовой көп сұрақтар туындайды. Сол жағынан қарайды. Университеттер жағынан тоже қарайды. Университеттің де өзінің бір культурасы болады. Әр университеттің ол жағынан да қарастырады. Яғни әр университеттің бір мықты мамандықтары болады. Делік сіз ең мықты университетке түсуіңіз мүмкін, Гарвард, бірақ Гарвардтың онша емес мамандықтары да бар. Ол жаққа не үшін барасыз? Одан да басқа университетке барыңыз, одан да төмен университет, бірақ оның мамандығы әлдеқайда мықты деген сияқты. Шетелдік университеттердің Қазақстан университеттерінің алдындағы жаңағы преимуществосы дейді ғой. Былай айтайыншы, енді бізде де жаңағы мықты университеттер бар ғой. Мықты университеттер деп білемін да. Ол жақта оқу оңай емес. Ол жақта оқыған кезде біраз білім алатын жаңа көзім жетті. Дегенмен шетелдік университеттердің мен айырмашылығын көрдім. Көптеген айырмашылық бар. Мен бір 3-4-еуін айтып өтейін. Біріншіден, ол жақтағы мәдениет. Ол мәдениет тек қана университет емес, оқып жатқан адамдардың мәдениеті. Біздегі мәдениет қалай? Бізде көбісі ата-анасы төлейді, немесе грантпен оқығаннан кейін жауапкершілікті сезінбейді оқудың. Көшірген кезде, мысалға шетелдік азаматтарда, егер сіздің экзаменде отқан кезде көшіріп отқаныңызды бір көріп қойса, олай қолын көтереді да, экзаменаторды шақырады, айтады, мынау көшіріп жатыр дейді. Бізде ол үшін, бізде ол қандай понятие? Сатқын. Сатқын. Бізде керісінше, сен көшіртпесең, айтып жіберші деген кезде көмектеспесең, сен сатқын, вообще отшельник. Мынау вообще өзінше кетті ғой деген сияқты. Бізде жаңағыдай өз-өзіміздің жаңағы қарым-қатынасымыз оқудан жоғары қойып қоямыз. Сол дұрыс емес деп ойлаймын. Оқудың аты оқу. Біз университеттерге не үшін келдік? Білім алу үшін келдік. Сабақ неғұрлым оңай болса, сол кезде қуанады да, мәдениетіміз сондай да. Бүгін сабақ болмайтын болды деген, керісінше. Ол жақтағы мен байқағаным, барлығы өз ақшаларын төлегеннен кейін, бүгін неге сабақ болмайды? Сонда біз не үшін төлеп жатырмыз? Кім оның орнына кім өткізеді онда? Как вы нам компенсируете деген сияқты, біз қалай компенсациялайсыз бұны деген сияқты сұрақ сұрайды. Сосын жаңағыдай талап қояды. Оқытушыға талап қояды, профессорларға талап қояды. Бізде, мысалға, мен оқып жатқан кезде кейс болды. Біздің группаластарымыз екі профессорды арыз жазып ауыстырды. Бірінші профессор жаңағы не үшін? Өйткені акценті жаңағы өте шотландский акцентпен сөйлейтін да, оны көбісі түсінбейтін. Даже өзіміздің арамызда Канададан, англоязычный жаңағы өзіміз Британиядан оқытқан жаңағы студенттер болды. Олардың өздері түсінбегеннен кейін арыз жазып алдырып тастады. Екіншісі жаңағы өте оңай сабақтарды өткізеді. Өте оңай. Келіп әйтеуір өте банальный нәрселерді айтқаннан кейін, мынау не? Бұны бәріміз білеміз ғой деген сияқты. Арыз жазып алып тастады. Осы культура. Екінші себеп ол ресурстарға доступ деп айтайық. Қандай ресурстар? Ол ғылыми мақалаларға деген ресурстар. Біздің университетке келген кезде бізге барлығымызға доступ берілді. Дүниежүзілік мақалалар, қандай мақалалар бар, барлығында доступ бар. Оны сіз ашық неде интернетте таба алмайсыз. Ол түгіл, ол мақалалардың қазақша түгілі орысшаға даже несі жоқ. Аудармасы жоқ. Ойлап көріңіз, яғни олардың жаңағы ғылыми зерттеулері алдыға кетіп қалған. Яғни ағылшынша болғаннан кейін, ағылшынша орта болғаннан кейін, ал біз ол түгілі жаңағы бірінші бізде оған доступымыз жоқ, екіншіден доступ болса да оның аудармасы жоқ деген сияқты. Осындай мәселелер қатты рөл ойнайды. Достар, бүгінгі подкаст өте пайдалы болды деген үміттеміз. Ареке, үлкен рахмет. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Андай айтады ғой, ең бастысы
андай әр сұрақтың өзінің жауабы бар дейді. Ең бастысы дұрыс сұрақ қоя білу дейді. Бүгін сол дұрыс сұрақтың бірнешеуін қойдық деген үміттеміз. Сіздің жауаптарыңыз өте қанағаттандырды деген үміттеміз біздің көрермендерімізді. Достар, сонымен Білім толық подкастының екінші бөлімі осымен өз мәресіне жетті. Егер де шетелге түсу туралы тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, осы бөлімнің астында комментарияда сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер, біз әрекемен жауап беруге тырысатын боламыз. Білім толық каналына тіркеле кетіп, өз реакцияларыңызды қалдыруыңызды ұмытпаңыздар. Көріскенше.